Халықаралық олимпиадаларда жеңімпаз болған оқушыларға лайықты қолдау көрсетіле ме? Білім бәйгесінде оза шауып жүлде алып жүрген балалар кімдер? Халықаралық олимпиадаға қалай қатысады? Оның қандай талаптары бар? Олимпиада жеңімпаздары мектептен кейін өз білімдерін пайдаға асыра ала ма? Талантты балалардың талғамы қандай? Олар өз болашақтарын қайда және қалай көреді? Армысыздар, қымбатты көрермен. Бүгінгі тақырыбымыз халықаралық пәндік олимпиадаларда топ жарып жүрген оқушыларға арналмақ. Құрметті көрермен, сіздер төменде көрсетілген WhatsApp нөмірге хабарлама жіберіп, пікір білдіре аласыздар. Сондай-ақ бүгінгі тақырыпқа қатысты сауалнамаға қатысуға болады. Ол үшін экранның шетінде 4 бұрышты QR код тұр. Сол жерде телефоныңыздың камерасын қосып, соған жақындатсаңыз, біздің Telegram арнамызға қосылып, сауалнамаға қатысуға болады. Ол жерде қазақ ұлтын білімді ұлт деуге бола ма деген қиын сауал бар. Ол сұраққа иә болады, жоқ, болмайды деп жауап беруге болады. Тақырыпқа ой қосуға шақырамыз. Студиямызға 2021 жылғы химиядан халықаралық олимпиаданың күміс медаль иегері Бейсенәлі Санжар деген жігіт келіп отыр. Санжарды әңгімеге тартпас бұрын осы білімді бала туралы арнайы әзірленген материал бар. Соған кезек берейік, ары қарай әңгімемізді жалғастырамыз. Санжар Бейсенәлі 2021 жылғы 53-ші халықаралық химия олимпиадасының күміс жүлдегері. Жапонияның Осака қаласында онлайн форматта өтіп, 79 елден 312 оқушы қатысқан интеллектуалды байқауда жоғарғы көрсеткішпен Санжар елдің атын асқақтатты. Олимпиададағы жүлде ұйқысыз түндер мен дамылсыз дайындықтың нәтижесі дейді. Дайындық енді өте жақсы болды. Күнде өз сабақтарынан кейін қосымша химия сабағынан олимпиадаға дайындалатын, есеп шығаратын, өзі үйге берген тапсырмаларын барлығын орындап, артығымен орындап келетін, еңбекқор, өз айтқанынан қайтпайтын деп айтсақ та болады, бір нәрсені бастаса соңына жеткізбей қоймайды. Бұған дейінде талай белесті бағындырған білімді оқушының мақсаты алдағы олимпиадада алтын алу. Бұл мақсатқа жету үшін ұстазымен бірге дайындықты бастап та кетті. Осы оқу жылына қойған жоспарларымыз тағы да олимпиадаларға қатысу, бұдан да жоғары жетістіктерге жету, енді халықаралық олимпиададан бірінші орын аламыз деген ниеттеніп отырмыз өзімізде. Санжар өзі ақылды, тәртіпті, болашағына зор үміт күттіретін оқушы. Айтады ғой, қазақтың әр баласы дарынды, дұрыс білім беру біздің мұғалімдердің қолымызда. Мінекей құрметті көрермен, сюжетті көрдік. Қысқа нұсқа, бірақ өте әдемі жасалған материал. Санжар, қош келдің. Жаңа химиядан күміс медаль алды деп айтылып жатыр. Марапат құтты болсын. Байқау қалай өтті, олимпиада қалай өтті, қайда өтті, қалай қатыстың, қанша қатысушы болды? Соны айтып берші бірінші. Микрофонға айтсаң. Алло. Дайын, қосылып тұр. Осы жылы олимпиада коронавирусқа байланысты әрине онлайн өткен, алайда ол Жапония мемлекетіндегі Осака қаласында өту керек еді. Жалпы осы олимпиадаға қателеспесем 79 мемлекеттен 316 оқушы қатысты. Солардың ішінен күміс медаль иегері атандым. Керемет. Қанша уақыт дайындалдың? Микрофонға сөйлесең. 9-шы сыныптан бастап, яғни осы 9-шы және 10-шы сыныптар. Қазір 11 оқисың, е? Иә, қазір 11. Биыл бітіресің бұйырса? Жоқ. Келесі жылы? Иә, келесі жылы. Қаншасыншы олимпиададан қатысып отқан Санжар? Бұл бірінші. Микрофонға айта қойшы? Бірінші олимпиада. Иә, 9-шы сыныпта қатысқан едім, бірақ 9-шы сыныпта республикалық деңгейге өте алмадым. Ал 10-шы сыныпта әр республикалық және де халықаралық деңгейге өттім. Халықаралық олимпиадаға қатысу қандай екен? Толқу, қобалжу болды ма? Осында екінші орынға жетем деген ойың болды ма? Әрине қобалжу болды. Шынымды айтсам, мен әрен қола иегері атанам деп ойлағам. Бірақ кезде жаңағы екінші орын алғаны маған кездейсоқтық болған сияқты. Тапсырмалар қиын болды ма? Осы жылы иә, жаңағы басқа 5 жылдарға, оның алдындағы 2019-2018 жылдарға қарағанда бірнеше есе қиынырақ болған сияқты мен үшін. Бірінші орынды кім алды? Қай ел? Қытай. Қытай. Бірінші 4 орынды Қытай мемлекеті алып кетті. Қытайлықтар алды ба? Енді Қытайдың енді миллиард, олармен бәсекелесудің өзі оңай емес. Енді мына жерде Санжардың алған міне өзінің марапаттары тұр. Соған бір қарайық, назар аударайық. Міне Санжардың алған соңғы алған кубогың осы ғой. Күміс иегері. Оны бізге осында берді ме? Иә, Қазақстанда тапсырды. Асхат Аймағамбетов министр берген екен. Иә, мінекей бұл қазақстандық сондай марапат.
Ал Жапониядан онлайн сондай лицензия берді, иә? Солай ма? Медаль мен грамота беру керек еді, бірақ оларда әлі келген жоқ. Кейін келеді. Келеді. Мінекей мынау Қазақстанда сіздің сол еңбегіңізді, табысыңызды елеп ескеріп, осындай медаль жасап, сізге тапсырған екен. Мінекей біздің ата-аналарға, көрермендерге енді тақымын қысып балаларын дайындап отырған талай азамат бар ғой. Соларға көрсек, сондай-ақ мінекей президенттің атынан алған құттықтау алғыс хаты, мінекей Тоқаев мырзаның қол қойылған. Санжар, енді бұл кез келген ата-ананың арманы, қуанышы. Кез келген баланың Санжар сияқты. Санжар, енді қазір марапатқа ие болдың, қазір енді дайындалып жатсың ба, не істеп жатсың, қазір айтшы. Енді күміс медаль алғаннан кейін алдағы мақсат тек қана алтын медаль алу. Әрине қазірде дайындалып жатырмын. Бірақ шынымды айтсам, 10-шы және де 9-шы сыныптарға қараған кезде жаңағы уақыт азырақ болып жатыр. Себебі 11 және 12 мектепті бітіру көп уақыт алып жатыр. Қайда оқығың келеді ары қарай? Енді мектеп бітіресің. 11-ші сынып деген соңғы сынып. Америка ма, қайда, Азия ма, өзімізде ма? Мен әлі де 12 жыл. 12 Назарбаев мектептерінде. Америка, басқа құрама штаттарында университет түсуге армандаймын. Немесе Азияға, Қытай, немесе Гонконгқа. Университеттерге оқуға. MIT? MIT өте сондай танымал балалардың арасында. Технологиялар. Массачусетске барсақ болмайды деген пікір бар. Енді сен Олимпиадаға қатысып отқан пәнің химия. Неліктен химияны таңдадың? Мен ең басында тек қана химиямен емес, басқа да биология, математикамен айналысқан едім, бірақ та осы пәндерді оқу маған химияға қарағанда қызықты болып көрінген жоқ. Сондықтан да химияға келген кезде бірден маған осы пән қызықты болып көрінген. Барлығы осы химияда жаңағы логикалық тұрғыдан түсіндірілген, жаттайтын нәрсе өте аз. Барлығы бірнеше тек қана фундаментальный заңдардың арқасында тұрады да. Енді біз бапкерді әңгімеге тартсақ. Әзім мырза, қош келдіңіз дейміз. Енді кез келген бапкер, кез келген ұстаз өзінің шәкіртімен мақтанады, шәкіртіне барын береді. Жалпы осы Санжар сияқты жігіттердің табысы туралы сіз не дейсіз? Біздің балалардың әлеуеті, олардың химиядағы беталысы қалай қазір? Санжардан басқа да марапат алған жігіттер қыздар бар ғой? Әрине бар. Біздің құрама командада 4 адам болды. Жалпы 3 күміс медальмен 1 қола медаль алдық. Қазақстан командасы болып, жалпы химиядан басқа да түрлі пәндер бар, әрине, химия емес тек қана. Соларда да жетістіктерге жетіп жатырық, алтындар да бар, қолалар да бар. Сол қазіргі тұрғыдан енді 2020 жыл өте қиын болды, өзіңіз білесіз. Кішкене енді онлайн болғасын біраз дайындықта отырып қалды деуге болады. Бірақ енді жаңа осы 21 жылда кішкенеден былай есімізді жиып жатырық. Енді үмітім осы 20 жылдықтардың қалған 8 жылында енді 8 алтын бола ма екен деп. Сондай жоспар, үміт бар. Сондай жоспар, мақсат. Қытай мына жақта аждақадыша ақырып отыр. Индия, Америка құрама штаттары, Ресей дейді өте күшті. Біздің балалардың мықтылығы неде? Жаңағы 8 алтын деген кішкене қиын болмай ма? Потенциал. Жетерлікті. Істесе болады, істесе болады. Бәсекелесуге толық. Біздің ішкі бәсеке қалай, Әзім? Балаларды қалай дайындайсыңдар, қайтып республикаға алып шығасыңдар? Ең бастысы енді дайындықтың әр қыры бар ғой. Тек қана мысалы ақыл мен дайындық емес, оның үстінен тағы да мотивация бар, мысалы психологиялық тұрғыдан да дайындық бар. Сол барлық қырларын енді қарап дайындау керек балаларды. Біз де соған енді барлық күшімізді қосып тырысып жатырық. Сонда Олимпиада қалай өтеді? Ол бір кейс па, әлде бір жоба дайындай ма? Жоқ, әлде сұрақтарға жауап бере ма? Форматы қалай өтеді Олимпиаданың? Турлары бар ма, қалай? Қысқаша айтып кетсек. Қазақстанда бірнеше кезең бар, іріктеу кезеңдері. International, халықаралық. Халықаралық олимпиадаға өту үшін балалар деген жалпы республика бойы жаңағы жарысу керек. Сол жарыстан жеңіп шығу керек қой. Жиынға жинаймыз. Сол жиындардан 4 адам жаңағы іріктеп аласыз. Іріктеп аламыз. Сол 4 адам деген халықаралық олимпиадаға барып жарысады. Халықаралық олимпиадаларда шамамен 90-100 мемлекеттен 400 бала келетін шығар. Солардың арасында енді орын алу ондай қатты оңай емес. Сондықтан Санжар молодец. Ең мықтылар барады ғой. Жақсы. Ағылшын тілінде өтеді Олимпиада? Олимпиада орыс тілінде өтеді, қазақ тілінде өтеді, баланы таңдауы бойынша. Жоқ, халықаралық. Оны аудару болады деген. Аудару болады,
Біздің елде осындай дарынды балалар, қыздар көп па? Жаңа ішкі бәсеке туралы сіз толық айта алмадыңыз. Ішкі бәсекеде енді конкуренция өте жоғары деп ойлаймын. Былай жарыс өте қиын. Мысалы, осы жылғы өткен жиынды алсақ, 21 баланың арасында мысалы ең үздік 4-ке кіру деген өзінің оңай іс емес болды. Сол енді 4-ке кіргендердің барлығы ең мықты деп ойлаймын. Өте мықты деп. Осы тұста өзін білейік, өзі балалар дайындап жатыр екен, өзің де олимпиадаға қатысқансың ба әзім негізі? Иә, кезінде қатысқан. Осы химиядан? 5 жылдай өтті. Өзімде күміс және алтын медаль алдым. Сіз қай мектепті бітірдіңіз? Сіздің жалпы мектебіңіз қандай? Осы Нұр-Сұлтан қаласындағы БИЛ мектебі. Білім инновация лицей. Қандай сұрақ қояқшы әзімге ше? Негізі оқушы дайындаған қиын ба, жоқ әлде өзің қатысқан қиын ба? Қайсысы жақсы? Бапкер болған оңай ма әлде? Бұлай қиынырағы өзің қатысқан деп ойлаймын, бірақ андай ризашылық дей ма? Иә. Жалпы содан кейінгі сезім деген оқушын алған кезде жақсырақ болады. Көбірек қуанасың деген. Енді Нұркешев Тимур мырзаны әңгімеге тартсақ, Дарын орталығының жетекшісі. Осы Дарын орталығының еңбегі де өте орасан зор. Біздің бүкіл олимпиадаға қатысатын, жалпы біздің ғылыми потенциал, балалардың дайындығы деген. Сіздерде қандай жұмыстар атқарылады осы олимпиадаға байланысты? Алда қандай жоспар бар деген нәрсе? Енді еліміздің, мемлекетіміздің қолдауының арқасында осы Дарын орталығы ашылды. Сол ашылғанына 23 жыл бойы жұмыс істеп келе жатыр. Осы 23 жылдың ішінде талай оқушыларымыз осы халықаралық деңгейдегі олимпиадалардан жүлделі орындарға ие болып жатыр. Биылғы оқу жылына қарасақ, биылғы ең беделді 7 олимпиаданың ішінде 31 оқушы қатысты. Оның 26-сы жүлделі орынға ие болды. Енді оны дайындау республикалық олимпиаданың 4 кезеңі бар. Мектеп-ішіліктен жеңген оқушы аудандық бар, қалалық бар, облыстық бар. Сосын республикалық деңгейден жүлделі орынға шыққан кезде оның барлығы оқу-жаттықтыру жиындарына шақырылады. Оның іріктеліп ішіндегі ең жоғары көрсеткен нәтижелеріне байланысты. Соның нәтижесі бойынша жаңа айтты ғой, химиядан қатысқан балалар сияқты ішіндегі 20 шақты оқушысынан 4-еуі химиядан қатысса, математикадан 6-ауы қатысады, басқа пәннен 5-еуі қатысады. Ол халықаралық ұйымның сұранысы бойынша осындай өтеді. Біздің Дарын орталығы, осы Қазақстанымыз халықаралық деңгейдегі 3 олимпиаданы өзіміз елімізде қабылдадық. Ұйымдастырдық, иә. Ол математикадан, физикадан және информатикадан. Одан басқа Менделеев олимпиадасы бар, ұйымдастырған, осы Қазақстанда 2 рет ұйымдастырды. Сондай олимпиадалар. Енді 2024 жылы биология пәнінен халықаралық олимпиаданы Қазақстанда өткізуді ұсынып отыр. Егер ол енді біздің оқушыларымыз өте жақсы нәтиже көрсеткеннің нәтижесінде балаларымызға бізге сенім артып, осы Қазақстанда өткізуді жоспарлап отыр. Оған білім және ғылым министрлігі қарсылығын білдірмей қабылдаймыз деп өз ойын айтты. 24-те болады? 24-те. Биологиядан. Тамаша. Енді болашақта біз осы олимпиадалардың, ғылыми жарыстардың барлығын академиялық адалдықты сақтау арқылы, ашықтықты сақтау арқылы өткіземіз деп арғатай жоспарлап отырмыз. Арғатай жалғасын табады деп отырмыз. Одан басқа, бүгінгі күні 20 жоғарғы оқу орнын мен келісім шартқа отырып, осы облыстардағы олимпиадаларды осы университеттердің базасында өткіземіз деп жоспарлап отырмыз. Одан басқа университеттің базасында практикалық, зертханалық жұмыстарды ұйымдастырамыз деп жоспарлап отырмыз. Енді жаңа академиялық адалдық дедіңіз ғой. Кез келген ата-ана өзінің баласын оқуға түсіру үшін енді олимпиадада орын алса, ол да дұрыс қой енді бір мотивация. Академиялық адалдықты қалай қамтамасыз етіп отырсыздар? Себебі әрине әртүрлі нәрселер бар. Биылғы республикалық олимпиаданы осы академиялық адалдық
адалдықпен өткізілді деп санаймыз. Өйткені барлық қатысушылар да, ата-аналар да осыған өздерінің сеніміне ризашылығын білдірді. Дұрыс болды, әділ болды деген. Енді Санжармен қатар тағы да жаңа айтып өтті, биыл Олимпиадада білім бәйгесінде оза шапқан жігіттер мен қыздар көп деді. Солардың жетістігімен алдағы уақытта айтатын боламыз. Олар қалай дайындалды, қалай болды, ендігі алдағы уақытта балалар қалай Олимпиадаға дайындалады, оларға қандай мүмкіндік қаралып жатыр. Сол туралы шағын жарнамадан кейін айтамыз. Бізбен болыңыздар. Нұрфин, сіздің ақшаңыз жайында пайдалы ақпарат. Нұрфин, Нұр.kz IT компаниясының жобасы. Құрметті көрермендер, біз жарнамадан оралдық. Дәл бүгін біз оқушылардың пәндік олимпиададағы жеңімпаздарымен сұхбаттасып отырмыз. Балаларды олимпиадаға қалай дайындау керек, олар қалай қатысады, олар жеңімпаз болу үшін не істеу керек деген сұрақтар төңірегінде әңгіме өрбітіп жатырмыз. Құрметті көрермендер, егер сауалдарыңыз болса, бізге жолдауды ұмытпайсыздар. Енді Аятжан аға, сөзді сізге берейікші. Жалпы қазіргі уақытта көріп отырсыз, міне Санжар балаңыз, міне Әзім балаңыз барлығы үлкен дәрежеден көрініп жатыр. Бұлардың жетістігіне сіз де іштей қуанып отырсыз. Әрине. Енді балалардың жалпы жетістігін қалай бағалайсыз ұстаз ретінде? Енді Әзімді Тайбінді танимыз деп, Әзімдің осы халықаралық олимпиадаға, республикалық олимпиадаға қатысып жүрген кезінен бастап танимыз. Ол кезде мен өзім олимпиадаға бала дайындаушы ретінде Әзімдер біздің балалардың қарсыласы болды. Әзімнің мен жетістігін мойындаймын, өте жоғары халықаралық олимпиададан бір мәрте алтын, бір мәрте күміс алған. Енді ол дәуірде бізге мотивация болды. Қайрат Әшім деген жігіт болды. Әшім Қайрат Тараздың жігіті халықаралық олимпиададан 2 мәрте алтын алды. Қазақстанның алтын баласы деп күлетінбіз өз арамызда, химиктер ретінде. Енді олимпиаданың алғашқы деңгейлері, қоғам назары енді біраз осы президенттің немнесі министрліктің қабылдап жатқан шешімдерінен кейін ауып жатыр ғой. Шыны керек, біз олимпиадаға дайындап осы Әзімдер қатысып жүрген кезде осы сол бір күріктің ғана қызығы. Өзімізбен өзіміз ан жақта шулап жатамыз, мын жақта бапкер, мын жақта қатысатын оқушы, өзімізбен өзіміз шайқасып жатамыз. Бір қоғамның назарынан тысқары қауым едік. Қазір енді қоғам назары ауып жатқан мені қуантады. Өйткені сол 2012-2013 жылдар Қазақстан ұлттық телеарнасында бұл жайлы сюжет жасағанбыз. Неге спорт марапатталған кезде, неге білім додасы марапатталмайды деп. Енді қазір бұл марапат оралып жатқаны мен үшін үлкен қуаныш. Бапкер ретінде енді олимпиада қалай өтеді деген сұрақты тереңірек негім келеді. Бірінші, мектепішілік тұр. Мектепішілік тұрды шыны керек, мен мектептердің құлағына алтын сырға, мектеп әкімшілігінің мектепішілік тұрды өткізетін, ресми тұрда өткізетін мектеп аз. Мысалы, қазақ-түрік ресейлері, Назарбаев зияткерлік мектепішілік тұрды жақсы өткізеді, өздері ішінде. Өйткені ол жерде кәдімгі конкурент бар, мектеп ішінде конкурент бар. Ал қарапайым мектептері, сен 5-ке оқисың ба дейді, бір баланы жібере салатын жағдайлар өте ауыр. Сен 5-ке оқитын бала олимпиадаға барып жарқылдай алмайды. Ол өйткені олимпиада бөлік. Кішкене талаптар басқа. Олимпиада бөлік. Ол пәндік. Мысалы, кез келген қарапайым жүгіретін баланы апарып олимпиадаға жібере салмайсың ғой. Тура сол сияқты да. Сондықтан мектепішілік тұрды дұрыстау керек. Екіншісі аудандық тұр. Аудандық тұр, енді әрқайсы аудандар бойынша өтеді. Аудандық тұрға енді әр өңірде аудандық тұр әртүрлі өтеді деп айтуға болады. Бір мектептерде аудандық тұрдың нәтижесін комиссиялар бөліп алатын жағдайлар жеткілікті бар. Біраз Астананың олимпиадасына қарап біраз жұрт таңғалады. Сендерде таза ма не деген сияқты бір таңғалыспен қарайтын. Мен жаңа академиялық адалдық деп айтылды ғой. Облыстық тұрға келген кезде маған осы бір нәрсе жүрегімді ауыртады. Енді Дарын орталығының директоры отыр ғой. Бізде облыстық республикалық турларға, мысалы аудандық турдан 2-ақ бала, ары келсе 3 бала облыстық турға жіберіледі. Ойлаңыз, Астанада 90 мектеп бар. Кейбір облыстарда 200 мектеп бар. 200 мектептен облыстыққа санаулы ғана бала келеді. Мысалы 40 бала келеді. 200 мектептен 40 бала деген аз мысалы. Астана қаласында 90 мектептен 35 бала қатысады. Қалалық тұрға, яғни облыстық тұрға. Бұл аз балалар. Көбейту керек пе? Көбейту керек. Яғни бұл жерде неге көбейту керек? Кейбір мектептердің білім инновация лицейі,
Назарбаев зияткерлік мектептері сияқты мектептердің олимпиадалық дайындығы жүйеге қойылған. Олар бірден оза шабатта, бағанағы олар республикалық кезеңде кездеседі біздің қарапайым мектептің балаларымен. Енді қараңыз, бізде қазір мынандай жүйе қалыптасып кеткенде, жұртта ой қалыптасып кеткен. Республикаға тек қана сол КТЛ мен Назарбаев зияткерлік мектебінің балалары барады. Біз өте алмаймыз деген. Нишпен билден артылмайды. Олармен артылмайды деген түсінік бар да. Біз енді мен Зерде мектебінің тренері ретінде бір жылда біз 3 бала жіберген уақытымыз болды. Республикалға 3 бала өткізген уақытымыз болды. Республикалық деңгейге шығып мен ең алғаш қатысқан кезде, республикаға 6 бала барады, 5-еуі КТЛ-дан, біреусі қарапайым мектептен баратын жағдайлар болды. Кейін біз неғын кезде КТЛ-дармен саны теңескен жағдайлар болды да. Мен республикалық турдан кейін мен Дарынның ағамыздың алдындағы директорға да айтқам. Біз өңірлік тур енгіземіз мүмкін. Мысалы, 1-ші, 2-ші, 3-ші орын облыстық деңгейден алған баланы жібереміз. Мысалы, облыстан бір 5 баланы өңірлік турға, мысалы, 3-4 облыстың басшысына, мысалы, Шығыс Қазақстанның айналасындағы, оңтүстіктің, орталықтың деген сияқты өңірлердің арасында олимпиада өткізсек. Яғни, балаларға мотивация болу үшін ішкі конкурентті арттыруымыз керек. Бізде қазір республикаға Астана қаласынан қаласаң да 2-ақ бала кетеді, қаламасаң да 2-ақ бала кетеді. 3-ші балаға ешқандай мүмкіндік жоқ. Мүмкін емес та. Ал енді бағанағы жерде ресми, мысалы, баяғыдан келе жатқан әзім сияқты балалардың оқыған мектептері бар, олардың шын айтқанда жүйесі бар. Олимпиада арқылы орта мектептерді, басқа мектептерді мотивациялау. Мотивацияға келмейтін жерде тек қана содан қарапайым мектептер шыны керек. Олимпиаданы мүлдем ойламайтын мектептер бар. Олимпиаданың не екенін білмейтін мектептер бар, шыны керек. Ойламайды, оларға қызық емес, өйткені өтпейміз деген басқа ойды қойып алған. Ал енді республикалық деңгейге келген кезде мен республикалық деңгейдің тазалығына, облыстық деңгейлерге қарағанда республикалық деңгейдің тазалығына басқаға күмән келтірмеймін. Тазалығы жақсы, академиялық адалдық бар. Бірақ республикалық олимпиадада бізде жарнама жоқ. Мысалы, бокстан Қазақстан чемпионаты дейді, бүкіл журналист сода жүреді, соны тікелей эфирден таратып жатады. Олимпиада 2 өңірде өтеді. Енді карантинге дейін 2 өңірде өтіп жүр. Гуманитарлық бағыт бір қалада өтеді, жаратылыстану математика бағыты бір қалада өтеді. Бірақ өтіп жатқанын сол баяғы 5-6 тренердің айналасындағы сол бір қызығы мектеп КТЛ-дардың арасында шағын ғана қауым біледі, басқа жұрт білмейді. Облыстық олимпиаданың, республикалық олимпиаданың жеңімпаздар туралы түсінік жоқ. Осыдан келеді да халықараға Қазақстан құрамасында бағанағы 20 адам деп жатыр ғой, сбор дейміз ғой, Қазақстан құрамасына енген балалардың кім екенін білмейді. Оны сол республикалық деңгейде насихаттау керек қой. Республикалық деңгейде насихатталу керек. Республикадан алып келген балаларды насихаттау керек ең алдымен. Сол кезде төменгі деңгей талпынады. Содан кейін барып халықаралық деңгейге бағанағы сбордан таңдалым алынады. Республикалық олимпиаданың нәтижесінде 4 бала барама, 5 бала барама, ол олимпиада комитетінің шешімі бойынша таңдалады. Енді халықаралық олимпиадада, мысалы, нақты ашып айту керек, мысалы, химияда жаңылмасам 10 алтын бар ғой. 10 алтын беріледі. Одан кейін күміс. Ода 15-16. Одан кейін қола. Ол 20 шақты. Яғни, жалпы қатысқан балалардың 50%-на жуық 45%-ы марапатталады. Яғни, бағанағы алтын алды деген сөз, ол бірінші орын емес, ол 10 алтынның бірі болды деген сөз. Бағана Санжар бауырым айтып отыр ғой, алдыңғы 4-еуі Қытай деп. Бағанағы 10 алтынның алдыңғы 4-еуі Қытай, 2-еуі Тайвань болып тұрады. Қытайдың бөліншесі ғой, ішіндегі өздерінікі. Сондай, ал олардыкіндегі, мен Қытай олимпиадасының ішіндегі олимпиадаға қатысушы ретінде, Қытайдың республикалық олимпиадасына қатысушы ретінде, мен енді мектебімді сол жақта оқыдым ғой, ішінде. Олардың, мысалы, бізде 4-ақ кезең деп отырмыз ғой, олардың республикалық олимпиадасына жеткенше 9-10 кезеңді бастан кешті. Аятжан мырза, қазір бізде студияда тағы қонақтар бар, оларды да әңгімеге тартып отырсақ, сіздің жаңағы пікірлеріңізді бір ортаға салып талқылайық. Соның кезеңін көбейту керек деп отырмын. Ильяс Акимов мырза, сіз не дейсіз? Енді білім инновация лицейлері өте мықты. Көп олимпиадаға қатысатын жігіттер, қыздар көбі сіздерде, енді ашығын айту керек қой енді. Осы мәселелерді қалай үйлестіруге болады? Жаңа қарапайым мектептер деп жатырмыз, иә? Осыған байланысты сіз не дейсіз? Әрине, билдің атқарып отқан еңбегі ұшан теңіз. Дегенмен де жаңағы басқа мектептерге біз қалай қолдау көрсете аламыз? Сізді тыңдайықшы. Сәлеметсіздер ме? Менің ойымша қазіргі кезеңде қарапайым деген мектептердің тек қана бір проблема бар.
олардың әкімшілік немесе мұғалімдер ретінде олимпиадаға назар аудару керек. Яғни 10-20 жыл бұрын болған кезде олимпиада дайындау үшін арнайы бір кітаптар алу керек болған. Немесе сұрақтар. Қазір оның бәрі интернетте бар. Қаласаңыз даже ютубта видеолар бар, қалай дайындау керек, бәрі тегін. Яғни тек қана оны мұғалім алып, уақыт бөліп, оқушыны дайындалса, менің ойымша қарапайым мектептен де жақсы нәтиже шығады. Қазір біз қарайтын болсақ, мысалы, бір мысал келтірейін, Астанада 5-6 жыл биология пәні, мен биология пән мұғалімім, сол үшін именно осы пәннен тек қана 2 мектеп шығады деді, екеуі де биыл. Бірақ соңғы жылдар 2 оқушы пайда болды басқа мектептерден. Столичный гимназия бар, және тағы да бір зердема, білмеймін, тағы бір мектеп. Яғни сол кісілер де уже сол материалды ресурстарды қолданып, оқушыларды республикалық деңгейде шығарып бастады. Демек, даму бар дейсіз ғой орта мектептерде. Енді осы тұста біз көрерменге тағы бір орта мектеп емес, аталып тұрған екеуі де орта мектеп емес. Бірақ екеуі де сізге сұрақ қоямыз Аятжан аға. Енді бүгінгі тақырыпқа қатысты сауалнамаға қатысып отқан көрермендеріміз бар. Солардың да экранына назарына салайық. Экранның шетінде QR код тұр. Сол жерде телефоныңыздың камерасын қосып, соған жақындатсаңыз, біздің телеграм арнамызға қосылып, сауалнамаға қатысуға болады. Ол жерде қазақ ұлтын білімді ұлт деуге бола ма деген сауал бар. Оған иә немесе жоқ деп жауап берсеңіз болады. Әзірге жауап тең болып тұр. Аятжан аға, сізге сұрақ. Жалпы қазір өзіңіз мектеп директорсыз. Балаларды олимпиадаға дайындап жатсыз ба? Біз енді жаңа мектеппіз. Сондықтан енді бастап жатырмыз. Енді мен дарынды балаларды анықтау және тәрбиелеу бағытында диссертация қорғаған адам ретінде бұл енді мен жекелік тақырыбым деп айтуыма болады. Көп ізденіс. Бұл жерде қарапайым мектептерде бағанағы Ильяс мырзамен 100% келісем, 2 кедергі бар. Қарапайым мектепте 2 кедергі бар. Бірі әкімшілік ресурс, әкімшіліктің кедергісі, яғни олимпиадаға деген басымдылықтың берілмеуі. Мұғалімға олимпиадаға көңіл бөлуге шарт жағдай жасамауы. Бұл бір. Екіншіден, биылдың немесе Назарбаев зияткерлік мектебінің бағанағы атаған столичный лицей немесе зерде мектептерінің материалдық базалық шарт жағдайымен қарапайым мектепті салыстыруға келмейді. Бағана мысалы биылда болсын, Нұрордада болсын, немесе мектептерде болсын, бір ауысымды жағдай. 2 ауысымды мектеп оларда жоқ. Ал қарапайым мектептер қанша ауысымда отыр? 3 ауысымда отыр. 3 ауысымда отыр. Оларда кабинет тапшылық мәселесі. Тіпті коридорларды буып кабинет жасап отырған мектептерге олимпиада деген түсінік ауыр. Сондықтан біз шынайы дарынды балаларға шарт жағдайымыз жасаймыз десек, онда жалпы мектептерді енді 3 ауысымды болу ол енді қылмыс шыны керек. 3 ауысымды мектеп. Енді ол мәселе ақырындап шешіліп келе жатыр. 2 ауысымды ақырындап шешіліп келе жатыр деген жауапты естіп жүрген 12 жыл болды. Кешіріңіз. Урбанистикаға байланысты енді Алматы мен Астана, Шымкент облыстардың өзі. Облыстардың өзі. Қалаға келіп жатыр. Бұл жердегі мәселе көңіл бөлудің мәселесін арттыру керек. Бұл жерде бір түсінік айтып алайын. Қарапайым жұртта, қарапайым мектептерде мына түсініктен арылу керек деп ойлаймын. Қарапайым мектептер айтады, дарынды балалардың бәрін биыл жинап алады, немесе зерде жинап алады, немесе еш жинап алады деп айтады. Кешірім сұраймын, мектепте 3000 бала болып, оның ішінен 30 бала дарынды шықпаса, онда несі мектеп дейсіз? Ұлт ретінде біз демек жаңағы пікір ол миф. Ол миф. Миф па? Миф. Ана 30 бала нишқа кетті, дарынға кетті, болды бізде өкей ортан қол. Халықаралық олимпиада, мен Мәскеу олимпиадасының алтын медалын алып, МГУ-да грантпен, Мәскеудің өзінің грантымен оқыған шәкіртім, қарапайым Астанадағы нөмір 56 мектептің оқушысы. Бітіріп шықты. Сол мектептің оқушысы. Ешқандай дарынсыз. Биылсыз-ақ. Ол жерде басты дүние, бізде бағанағы дүние түсінік қой. Қазақтың баласының бәрі дарынды. Мәселе соған дұрыс бағдар беру. Жақсы. Енді Аятжан мырза, қазір сізге тағы сөз береміз. Мына жақта тағы дарын орталығынан келіп отырған халықаралық байланыстарға жауапты мырза отыр. Сізді де әңгімеге тартсақ, себебі бағанадан бері біз мұқият тыңдап отырсыз. Халықаралық байланыстардың деңгейі қазір қандай? Халықаралық стандарттарды енгізу, олимпиадаға дайындық. Осы жөнінде бізге айтып беріңізші. Енді олимпиада деген өзі бір бөлек әлем ғой. Олимпиада, бөлек әлем дегенде бізде қазір осы 6 пән бар, 7 пән лингвистика қосылып жатыр. Халықаралық байланыс, бүкіл дүниеде біз бір мысалы химияны алатын болсақ, осы жыл 22-ші орында тұрмыз химия нәтижесі бойынша.
Иә, бүкіл дүние бойынша. Физикада 10-шы орындамыз. Мысалы, математика 20 деген сияқты. Сондай. Яғни біздің дәрежемізді барлығы біледі. Бізге осындай олимпиаданы өткізуге дене ұсыныстар береді, өткіземіз. Енді байланыс болатын жақта ештеңе жоқ, байланысымыз бар. Мынау қазір кішігірім олимпиадаларды көбейтіп жатырмыз. Балканский, ресми дегендер бар ғой. Иә, ресмилер бар. Енді бағана сұрастырылып жатыр, оқушылардың қызығушылығын қалай оятамыз деген. Соған біз қазір кіші сыныптарға 2 мен 4, 5 пен 6 сол министрдің тапсырмасы бойынша олимпиаданың санын республикалық олимпиадада ұйымдастырып жатырмыз. Сол байқаулар көп болса, байқаулар көбейген сайын қызығушылық та көбейеді. Балалар көп қатысады, бір мотивация болады, өмір пайда болады да. Енді мысалы Санжар айтып жатыр, мен физика оқыдым дейді, математика оқыдым. Химияны қалай таңдадым десеңіз, Санжар білмеймін деуі мүмкін. Яғни шыны керек, бізде 7-ші сыныпта оқып жатқан бала көбісі химиядан қашады. Себебі химия деген несі бар? Көп адамдан сұрасам, химия қиын, ашиды миым деген бір нәрсе айтады. Ол мен өзім химик болған айтайын, просто біздің бірыңғай химиктер жиналды. Біз бәріміз химикпіз. Аятжан ағамыз да химик. Сіз биолог, енді жақын. Химиктер не эфир сияқты? Сіз математик, жалғыз математик. Енді халықаралықтың рейтингін айтайын, бізде химиядан Қайрат Ашим кезінде бізде мынандай химияда пик болды. Аблай Шахизадаевтан бастап бірінші алтын келді, 2009 ба 10-да ма, содан бастап Қайрат Ашим 2 рет алды, Азим бар ішінде алтын алған, Маргунов Антон бар, содан кейін қайттан төмен түсті. Қазір мысалы 3 күміс осы жыл келді. Енді неге төмен түсті деген сұрақ бар. Алтындар болды, енді төмен түсті. Бізде сол алтындар кезде базамыз болды ма, болған жоқ ештеңке. Сол осы қалыпты жағдайда өтті. Ақша көп бөлінді ма, болған жоқ. Медиа болды ма, жоқ. Университеттер көмектесті ма, онда ештеңке болған жоқ. Қазір жайлап көтеріліп келе жатыр. Оған да енді бұл жердегі былай химиктан сұрайтын болсаңыз, қазір бұрында мысалы ол жылдары бізді ешқандай шетелден келіп біреу дайындамайтын, именно химияға қатысты. Қазір Антон бар, алтын алған, Азим бар, алтын алған, соларды бір шақыртып, өздеріңіз шақыртып, соларды дайындатқызып жатыр. Қайрат па? Қайрат қайда? Сан-Францискода жұмыс істеп жатыр. Америкада? Калифорнияда? Не істейді жоқ? Ол балалар ол қазір IT саласында жұмыс істеп жатыр. Математика. Енді олимпиадник мысалы химик болады деген, химиядан бітіргендердің бәрі химияға барады деген сөз емес. Бағанағы Абылай Шахзадаевтың өзі қазір экономикада ма, экономика ғылымдарының бір бәресі болып жүр. Енді бір сауал сізге. Жаңа айттық қой, билде барлық олимпиаданың потенциалы өте күшті. Енді сол технологияны, технология деп атасақ, басқа жаңағы орта мектептерге бір трансферт жасауға бір мүмкіндік бар ма? Бізде бір байланыс орнатып, билдің әдіскерлері бар, орта мектепке барса, мүмкін оларға сол үшін бір қосымша ақша төлесе мемлекет. Сондай бір схема жасауға бола ма? Болады. Алдымен бірінші түсініп алу керек. Бил мен Назарбаев зерттеген мектептің ерекшеліктері қандай? Мысалы, неге Зердеде қазір шыға бастады республикалық нәтиже? Кезінде ниш сондай мақсатпен де құрылды ғой. Ниш бастады, енді қазір нәтиже, мысалы, осы жыл халықаралыққа бил мен ништің медаль саны бірдей, мысалы. Ништің несі тарихы қандай, билдің тарихы екеуі бірдей нәтиже көрсетіп жатыр. Ақша көп бөлініп жатыр дейін десең, ништа бөліну мүмкін, билда ондай көп ақша жоқ. Зерде мысалы қазір шығара бастады нәтиже. Республикалық олимпиададан біз бақылап отырамыз. Дарынды мектептер бар, солар шығарып отыр. Ол сол мектептің қызығушылығы тек қана сода. Бағана айттым ғой, бізде 2010-да алтын болды. Неге? Себебі Таразда біздің ұстаз болды, Ферхат деген. Сол балаларды жазда, ол өзінің дәрежесін айтатын болсақ, средний, орташа білім. Ол просто бізді бос жібермейтін. Баланың басында тұрады, саған айтады, алсан өзіне жақсы дейді, дайындал дейді, осылай. Мысалы, Азим қазір Санжардың несінде қарап отырады. Егер баланы бос жіберсеңіз, ол информация бар. Ильяс ағай дұрыс айтады, бізде информация деген жатыр. Біз салып жатырмыз. Дарын орталығы болып қазір осы жылдан бастап баланың жұмыстарын да салып жатырмыз, үлгі ретінде, шешу жолдарында, сұрақтарында салып жатырмыз. Бірақ баланы біреу оған итермелемесе, ол өзінен өзі оқымайды. Сіз өзіңіз де осы олимпиадаға қатысқансыз ба? Мен 2008-де күміс жүлдегері болдым. Тоже химиядан, Деген адам жоқ екен мына деймін. Бәрі алтын, күміс. Сен өзі білгенде сол жаққа тұрып отырсың. Енді жаңа Аятжан ағамыз айтып кетті ғой сөзінде ше. Биылдан бастап деді, бұрында боксқа көңіл, спортқа көңіл бөлінсе, білімге неге бөлінбейді деген сұрақ. Міне қазір осы жерде кімнің министрдің сөзін берейікші. Құрметті режиссерлар, министр былай дейді, халықаралық олимпиадалардың жеңімпаздарын қолдау бойынша оларға конкурсқа қатыспай-ақ
жоғары оқу орындарға түсу үшін грант беру мәселесін заңнамалық түрде зерттейміз. Сондай-ақ халықаралық олимпиадалардың жеңімпаздарын ынталандыру және қолдау мақсатында алтын медальға 1500 айлық есептік көрсеткіш, биыл ол 4,5 миллион теңгеге жуық сома. Күміске 1000 айлық есептік көрсеткіш, қолаға 500 айлық есептік көрсеткіш көлемінде ақшалай бір мезгіл сыйлықтарын тағайындау жоспарланды деген еді. Бұл әрине дұрыс бастама. Негізі осыған қарап қуануға болады. Бұл енді жаңағы сіз айтпақшы, орта мектеп, гимназия, лицейдің балаларына да кішкене бір сіз айтып отырсыз, мотивация болатын секілді, дұрыс па? Кезінде олимпиаданың жеңімпаздарына кімдердің тұсында берілді грант. Кейін оны кейін жоқ қылды ғой. Өкінішке орай бізде бір жақсы нәрсе шықса, артынан бірлігі шығады. Бағанағы олимпиадалардың тізіміне халықаралық деген аты бар өтірік олимпиадалар кіріп кетті да. Сонымен Байқоңырға барып 3 күн ұйықтап қайтады, немесе Омбыға барып 2 күн ұйықтап қайтып, мемлекеттік грант жеңіп алатын ғылыми жобалар мен олимпиадалар көбейді да. Әлгі сызған кезде бір тұтас қайтадан сызылып кетті. Бәрі кіріп кетті соңғы. Бәрі тұтас, бәрі сыз. Енді қазіргі мына қолдауда мен осы нәрсе болмас екен дегенде қайта-қайта айтып жүрмін. Біз нақты тізім жасап алайықшы. Шынымен бағанағы 7 олимпиада бар ғой, сол 7 олимпиаданы ғана кіргізейікші. Ертең шыны керек, Омбының түбінде өтетін бір 3 мемлекет қатысып, халықаралық деген шапка киіп алады да, соның жеңімпазы. Жеке инициативамен құрып жіберіп. Енді ол жерде мәселе қиындау. Енді бағанағы деңгейде қарапайым мектептерді қалай тірілтуге болады дегенде жалғыз сұрақ. Біз олимпиаданың кезеңдерін көбейтуіміз керек. Мысалы, бағана химия олимпиадасы деген кезде биылдарда қандай дүние бар? Бұл кісілер бүкіл республикадағы биылдың химиктерін бір жаққа жинап алады, 90-ның үзілісінде биологтарын бір жаққа жинап алады да, мысалы, Атыраудан бір химик, Қызылордадан бір химик, Алматыдан бір химик келеді, қалың химиктер кәдімгі тайталасқа түседі, бір-бірін қарсыласын көреді. Ал қарапайым мектептердің арасында ондай байланыс жоқ қой. Өзімен өзі отырады да, кәдімгі химияға облыстан жүлде алған қарапайым мектептің баласы жұлдыз ғана мектепте, өйткені оның бетіне қарап химиядан ешкім сөйлемейді. Оны сосын бұл жерде Аятжан мырза, мысалы, жай қарапайым мектептер бар ғой енді, оларға да бір әлгі нәтиже көрсету басты міндет емес, қатысу басты міндет болу сияқты алғашқы кезеңде. Себебі тартылу үшін да. Ал бізде жаңағы білім саласында бір нәтиже көрсету бардың ба, бірдеңе алу керек болмаса кішкене сыналады деген сияқты бір психология бар ғой енді. Біз олимпиадаға дайындап жүрген кезде, мысалы мен дайындап жүрген кезде, жексенбі күні, осы әзімдер шет жағасын біледі, бізде жексенбі күні түнде, жарты түнде мектепте жүріп дайындайтын. Өйткені біз азарт болдық. Фанатсыздар ғой. Фанат болдық. Дәл бұл жүйе КТЛ-да бар. Фанаттық, кәдімгі бағана айтып отыр ғой, ағай бізді бос қоймайды деп. Шілдеде іздеп тауып алып, шілдеде есеп беріп, ата-аналар ренжитін. Шілде ғой, бала демалсыншы деп. Дәл осындай азарттық қарапайым мектептерде жетіспейді. Енді Тимур мырзаны тыңдайықшы, жаңағы тізімге байланысты. Аятжан мырза өте дұрыс айтып отыр. Бір реестр керек сияқты. Ең мойындалған ресми және бейресми олимпиадалардың тізімі. Соны ұтқан балаларға жаңағы ақшалай, басқа сыйлықтарды береміз де, қалғандарын мойындамаймыз деген. Соны жасауға бола ма? Сіздердің орталық арқылы министрлікке бір хат жолдап дегендей. Әрине болады. Бүгінгі күні білім және ғылым министрлігінің бекіткен тізімі бар. Ол бар, Ол тізім бар. Енді оның ішінде біз неге осы 7 олимпиаданы қарастырып жатырық? Өйткені бұл жерде олимпиадаларға 30 мемлекеттен жоғары қатысқан мемлекеттер. Көп қатысу керек. Көп мемлекет қатысқандықтан осыны алып отырық. Бізде европалық олимпиадалар бар, халықаралық европалық, яғни Европа елдері қатысатын, Азия олимпиадалар бар, онда Азия мемлекеттері қатысатын олимпиада бар. Сосын мынау СНГ, яғни осы елдері қатысатын олимпиадасы бар. Балқан олимпиадалары бар. Ол Балқан елдерінің қатысатын олимпиадасы. Сондықтан да елдің барлығы біледі, осы негізгі 7 олимпиаданың халықаралық деңгейде екенін біледі. Биыл мысалы математикадан 107 мемлекет қатысты. Соның ішінде Қазақстан құрама командасы 20-ші орында тұр. 107-нің 20-лыққа кірді. Өте жақсы нәтиже. Өте жақсы нәтиже. Енді математика бүкіл дүниеде IT-мен бірге өте күшті дамып жатыр, фундаменталды ілімдердің ішінде. Жаңа Аятжан мырза айтып жатыр ғой, өңірлердегі білім инновация лицейлері сияқты бұл балаларды жинау. Сол үшін бүгінгі күні 20 жоғарғы оқу орнымен келісімшартқа отырып жатырық. Не үшін ол? Өйткені өңірдегі
балаларды сол университеттің базасында оқу жаттықтыру жиындарын өткізуге, олар арқылы олардың практикалық және зерттеу жұмыстарын соның базасында лабораториясын өте дұрыс бастама екен. Университеттер мәселесі мен кезінде оқушылар сарайында немесе университетте өту керек, облыстық олимпиада деген дүние. Бөлек жерде өту керек деген. Өйткені мектепте өткен кезде сол мектепке көңіл бөлуге кішкене тартып кете ма? Мәжбүр боласың. Біз енді менде өзінің алаңы дейсіз ғой. Өйткені біріншіден өзінің алаңы, қай есіктен кіріп, қай есіктен шығып кету мәселесін олар жақсы біледі. Мұғалімдердің қасында жүруі деген сияқты. Екіншіден, ана мектеп бүкіл саған шарт жағдай жасап, комиссияға дастархан жайып, отырғаннан кейін ана мектепке қарыз болады да, шыны керек, шарт жағдай жасап. Мына спорттағыдай ғой енді. Қабылдаушы тараптың кішкене өзінің бір басында болады. Екінші мәселе, осы былтырғы жылға дейін қоғамдық гуманитарлық бағытпен жаратылыстану математика екі қалада өтіп жүретін. Биыл бізде жоспарлап отырмыз, Алматы қаласында жаңағы Аятжан мырза айтқандай квота әр облыстан екі оқушы қатысатын болса, біз квотаны биыл көбейтеміз бе деп отырмыз. Өйткені математика мен физика мысалы Әл-Фараби атындағы ұлттық университеттің базасында өтетін болса, онда квотаны көбейту арқылы балаларды көбірек қатыстырып, мотивация болу үшін осындай қадамға барамыз ба деп жоспарлап отырмыз. Бір күшейту керек дейсіз. Төмен жақтан бастап квотаны өзгерту. Мына енді аудандық олимпиададан облысқа квотаны, облыстан салыстырып жатырмыз ғой. Мысалы ағылшын премьер лигасы дейміз ғой футболды. Мына Роналду келіп жатыр, Санжарлар өте жақсы білетін болу керек. Биылде футбол өте танымал ғой енді, мықты методикалық құрал ретінде. Мысалы ағылшын премьер лигасының өте көп лигалары бар. АПЛ-ға жеткенше астында бәрі таласып ойнап жатады. А лига, Б лига, С, Д деп кете береді. Бізде мысалы футболда да сондай әуесқойлардың арасында ойнай алмайтындар ең төменнен бастайды да, жоғары шыққанша армандап, сол іріктеліп ең мықтылар шығады. Енді бұл да біздің олимпиадалық қозғалысқа, білімге қатысты келіп жатса өте тамаша екен. Енді дарын орталығы соны атқарады деген ойдамыз. Енді біз жаңа орта мектептерді, қарапайым мектептерді неге айттық? Себебі президенттің де жолдауына мынандай бір үзінді келтіре кетейік. Тұрмысы төмен отбасында өсіп жатқан балаларға орта білім берудің жалпыға міндетті стандарты аясында қолдау көрсету айрықша маңызды. Біз анау ең элиталы, ең қол жеткен, ең ақшасы бар ата-аналардың нағыз күнде оқуға мүмкіндігі бар балаларды қолдап қана қоймай, ауылда ғана шаң тозаңның ішінде жүрген, бірақ оқуға таланты бар, есепке жүйрік мықты балаларды да қолдауымыз керек деген сөз ғой бұл. Сондықтан жаңағы технологияның трансферті, әрине бұл миссияны атқарды. Енді билдің ништің алдағы миссиясы жаңағы қарапайым мектептерді өзіне қарай тарту. Бұл жерде енді бір компетишн жарыс емес, керісінше бір гуманитарлық миссия тұрған секілді. Осыған орай сіздер не дейсіздер? Енді билдің түлектері ғой біздің қазіргі мына. Негізі білесіз бе? Қалай ойлайсыздар? Білім инновация лицейінде де, Назарбаев зияткерлік мектебінде де ауылдың балалары оқуға түсіп, ауылдың балалары осында биік дәрежеге жеткен оқушыларымыз өте көп. Сондықтан да бүйтіп бөліп жарып айтуға бөлуге болмайды. Мына жерде мен сұрақ қойыншы, бағанан бері айттыңыздар ғой. Барлығыңыз жаратылыстану, химия, биология, физика тұрдашы. Енді дайындық бар, барлығы бар дедіңіз. Жаңа не туралы жауап беріңіздерші? Практика жөнінде, тәжірибе жөнінде. Балалар қалай дайындалып жатыр? Бұрын да айтты, бұрын қиын болған деді. Қазір жағдай қалай? Оқытасыздар, мықты оқытасыздар. Google'дан тауып бересіздер информацияны. Ал іске асыру, практика жағы қалай болып жатыр? Оны оқу жаттықтыру жиынында іске асырамыз. Яғни ұлттық құрама құралады, сол құрама командасы оқу жаттықтыру жиынына университеттің базасында ұйымдастырамыз, немесе белгіленген бір мектептің базасында ұйымдастырып, сол жерде практикалық зертханалық жұмыстарды оларға дағдыларын қалыптастырамыз. Бұл жерде мәселе бағанағы биыл мен нызымның бір саты жоғары шығып кететін жері дәл осы мәселеден туады. Бағанағы ағамыз ұлттық құрама деңгейіне жеткенше деген дүние бар ғой. Бізде ұлттық құрама деңгейіне жеткенше, мысалы 11 сыныптың баласы химиядан титрді көріп баратын болсам, немесе енді ғана басқа да дүниелер көріп баратын болса, қарапайым мектептің баласы лабораторияны көрмеген жағдайда республикаға, облысқа жетіп баратын жағдайлар көп бізде. Өйткені биылдың Назарбаев зияткерлік мектебінің бұл жердегі артықшылығы олардың материалдық базасының жоғарылығында. Ал қарапайым мектептердің материалдық базасы, лабораториялық техникасы Астанада 10 мектептік олимпиадаға жарайтын шығар деп айтқым келеді, 90 мектепте. Қалғанда 80 мектепте 10% дейсіз ба? Жоқ. Жақсы, енді бірақ енді жол көрсетеміз, бірақ бар ғой, жоғары жақта бар дегенменде. Егер бұл жерде айтып отырмын ғой, тренер, мектептің тренері азарт болу керек. Ол қайдан болса да, мысалы біз дайындаған кезде
2-3 мектептің мұғалімдері басымызды қосып біріктіріп, сенде не бар? Күкірт қышқылы бар ма? Сенде азот қышқылы бар ма? Әкеп алып, жинап алып бір жерді істетіп, әйтпесе университетке барып жағдай кіретінбіз. Ол азарттықты талап етеді. Өйткені мұғалім экономикалық табысында, басқа табысын бәрін қайырып қойып, бір 5-6 құрама өзінің мектебінің құрамасын жүгіру керек. Бұл жерде енді жаңағы оқытушылардың, мұғалімдердің де мәселесі бар. Оны алдағы бағдарламада біз қозғайтын боламыз. Уақытымыз тығыз. Енді жалпыға ортақ сұрақ қойын алтауыңызға. Жалпы біз қазір көптеген ата-аналар көріп жатыр, оқушылар көріп жатыр. Соларға не айтасыздар? Олимпиадаға қатысу үшін не істеу керек? Бұның жалпы балаларға беретіні не? Ең алғашқы қадам. Бағана айтып жатырмын ғой, бір мысал келтірген мысалмен айтып кетейін. Бағандағы Әшім Қайраттың алтын баланың қазіргі IT технологияда жүруі, немесе бағанағы Абылай Шахзадаевтың экономикада жүруі. Яғни бұл неге? Өзі химияның олимпиада неге химик болмады? Олимпиаданың бірден бір артықшылығы ол баланың логикасын шексіз дамытады. Ол бала халықаралық олимпиадаға шыққан бала қай жаққа салып жерсең де сол жақтан шығатын дарынды ұрпақ болып шығады. Мұзды жарып шығады дейсіз ғой. Бұл жерде көп адам ата айтады, мен химияға барсам болашақта химиядан жұмыс таба алмайды. Жоқ, ол олимпиаданың баласы кез келген жақтан жарып шығады. Сондықтан баланы кішкентайынан бәсекеге үйрету үшін мектепішілік олимпиададан бастап мектеп көңіл бөлу керек, ата-ана соған қатыстыруға жұмыс жасау керек. Сіз тыңдайға. Дұрыс айтасыз. Яғни олимпиадаға қатысқан оқушы бүгінгі заманның талабына байланысты 21 ғасырдың дағдыларын бойына сіңіреді. Ол кез келген жерде өзін көрсете алатын болады. Сондықтан да олимпиадаға қатысу ол ең басты олимпиадалық қозғалыс дейсіз ғой. Қозғалыс, иә. Жақсы. Бұл мына академиялық ортадағы бір жақсы термин сияқты, ұғым. Сіз не дейсіз? Қолдаймын. Ағайлардың айтқаны, яғни олимпиада дағдылары өте жақсы дамытады. Методика ретінде ғой. Дағды дегенімізде, мысалы, өзі жоспар құрастыру, өзін өзі дайындау деген мәселе өте маңызды. Өйткені көп кезде оқушылар үйде болғанда ата-ана немесе мұғалім оған бақылайды, бірақ келешекте университетке барған кезде өзімен-өзі қалады. Ешкім оның қасында тұрып, сен үй жұмыс істедің бе, істемедің бе демейді. Олимпиада оқушылар ондай емес. Олимпиада оқушылар өздері жоспар қояды, мақсат қояды, одан дайындалады, және олардың дайындықтарды әлдеқайда көп. Мысалы, қарапайым оқушы, мысал ретінде айтайық, бір кітап оқыса аптада олимпиадшық оқушы 5-6-10 кітап оқи алады. Жақсы. Қысқаша айтсақ, 1,5 минут қана бар екен. 20 секундтан сіздерге уақыт беріліп отыр. Санжармен қорытындылаймыз бәлде. Санжар, өзің бастадың, өзің бүгін хабардың бір жас буын ретінде. Санжардың әлі болашақ алда ғой. Ұстаздарынан қосылатын жер, сіздер айтыңыздаршы, Ерболат, Әзім. Балаларға не дейсіздер? Айтқандай, жалпы ізденген бала жетер мұратқа деуге болады. Андай интернетте мысалы неше түрлі веб-сайттар бар, сол арқылы дайындалуға болады деп ойлаймын. Сол үшін ата-аналарға осындай онлайн дүниені пайдалану керек қой. Мәлімет деуге де болады. Бәрі бар негізінде, тек қана баланың өзінің жалпы мотивациямен несі керек. Жақсы. Ерболат мырза? Көп ата-ана сол баласының сүруінен қорқады. Сүніп қалады, құлап қалады деген. Содан олимпиадқа бермеу қорқуы мүмкін, әділ өте ме, өтпей ме деген көп сұрақтар бар. Содан қорықпай баланы бере беру керек. Бала олимпиадқа барғанда көп нәрсе өзі. Енді Санжарға деген тілекпен қорытыласақ. Санжар енді оқуды бітіріп, керемет биіктен көрін, биыл алтын ал. Жаңағы 5 миллион теңге ме қанша, соның бәрін ал. Біз сені тағы бір қуанышқа ортақ болып бір хабарымызға шақырайық. Ғылым мәселесін алдағы уақытта тағы да талқылаймыз. Сіздерге көп рахмет. Біздің осы көріп отқан ата-аналар балаларды осы жігіттердің жолын берсін деген келеді. Сонымен бүгін бағдарламамыздың басында көрерменге қазақ ұлтын білімді ұлт деуге бола ма деген сауал тастаған болатынбыз. Ол сұраққа көрермендердің 53% иә деген болса, 47% жоқ болмайды деп жауап беріпті. Демек, біздің ұлтты зиялы сауалнама қатысқандар білімді ұрпақтар бар деген тоқтамға келіпті. Осымен бағдарламамызды аяқтаймыз. Білімді болыңыздар, бар болыңыздар. Білімді ұлт болайық. Аман есен болыңыздар.